Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен малинадан, яғни варенье дайындайтын боламыз. Қайнатпаймыз бұл вареньені. Ол үшін бізге осындай малина қажет болады. Малинаны жуамыз, міндетті түрде жуамыз қыздар. Кейбір адамдар жумай жасай салады ғой. Жоқ, міндетті түрде жуамыз. Жуған малинамызды кептіріп, одан кейін кепкеннен кейін осындай құрғақ ыдысымызға салып, үстіне қантымызды қосамыз да осылай езіп аламыз қыздар. Одан қанты ерігеннен кейін, бірнеше сағаттан кейін уже ыдыстарымызға сала берсек болады. Жақсылап езіп, қанты ерігеннен кейін осындай құрғақ ыдысымызға малинаны салып, одан кейін құйып шығасыздар. Бұны тоңазытқышта, яғни морозильникте сақтай бересіздер. Бөлме температурасында сақтауға болмайды қыздар. Қазіргі уақытта күз уақыты, алда қыс бар дегендей вирус. Сондықтан бұл өте дәмді варенье десем де болады. Ертең шайларыңызға қосып тұрып, терлеп, тепшіп тұрып ішесіздер қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, тез дайындалады қыздар. Сіздермен болған Илясова еңлік толық рецепт описание бөлімінде болады. Достарыңызға жіберіп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ас болсын.